Қайырлы кеш, құрметті Бірге тексерейік арнасының оқырмандары. Бүгіннен бастап біз аптасына бірнеше рет Бірге тексерейік арнасының оқырмандары үшін эксклюзивті видео шоулар жариялайтын боламыз. Бұл жерде түрлі инструментарийлер, түрлі аспаптарды, жалпы медиа аспаптарды, медиа сайттарды, сервистерді қолданудың мүмкіндіктері, одан артықшылықтары мен кемшіліктері туралы жазатын боламыз, айтатын болам. Ендеше бүгін алғашқы FactCheck.kz сайтының қазақша нұсқасына шолу. FactCheck.kz сайтының қазақша нұсқасы негізі 5 айдардан тұрады. Бұл фактілер, мәлімдемелер, уәделер, көзқарас, әдіснама. Фактілерде Қазақстандағы болып жатқан түрлі деректерге болып жатқан ақпаратта келтірген түрлі деректерге қатысты тексерулер, факт-чекингтер жарияланып отырады. Бұның ішінде әлеуметтік желіде жарияланған ақпараттар бар, бақта жарияланған ақпарат бар, түрлі ресурстарда, қазақстандық, шетелдік ресурстарда жарияланған ақпарат бар. Одан кейін мәлімдемелер бөлімінде бұл жерде Қазақстандағы түрлі шенеуніктердің, көптеген шенеуніктер күн сайын ондаған жүздеген мәлімдеме келтіреді, түрлі болжамдар айтады, немесе қандай да бір фактілерге сілтеме жасап есептер жариялайды. Осының нәтижесінде күллі баққа қазақстандық түрлі ақпараттар тарайды. Бұл ақпараттың өкінішке қарай журналистер я шын, я өтірік екенін тексеріп әуре болмайды, бірден бере салады. Біз бұны тексеріп, рас өтірігін жариялаймыз. Депутаттардың сауалдарында келтірген дәлелдері, министрдің айтқан сөздері, президенттердің, жалпы Қазақстанның бұрынғы президентінің, қазіргі президентінің айтқан сөздеріндегі, мәлімдемелеріндегі рас өтірікті осы жерден қарасаңыздар болады. Уәделер. Бұл жерде Қазақстанның шенеуніктерінің халық алдындағы, өзінің салық төлеушілердің алдында берген уәделері, әкімдердің уәделері, министрлердің уәделері, болашақта біз депутаттардың уәделерін жариялауды жоспарлап отырмыз. Уәдесін орындады ма, орындамады ма, осы жерден көрсеңіздер болады. Келесі айдар бұл көзқарас айдары. Бұл жердегі FactCheck Қазақстан және де Project Syndicate журналдарының біріккен айдары. Бұл жерде көбінесе Project Syndicate басылымына берілген үздік материалдар жарық көріп отырады. Тек қана қазақ тілінде, орыс тіліндегі сайтта орыс тілінде. Осы жерден ақпаратты қарап көрсеңіздер болады. Бұл жерде ең керек біздің Қазақстан халқы үшін, Қазақстан оқырмандары үшін ең маңызды деген ақпараттар ғана жарияланады. Әдіснама бөлімінде бұл FactCheck.kz жалпы оқырмандарына, FactCheck.kz-тің оқырмандары қандай ақпаратты қай жерден таба алады, оны қалай қарай алады, басты неге назар аудару керек, фото деректерді қалай анықтасақ болады, видео деректерді қалай анықтасақ болады, оның фотоға қарап зерттеулерді қалай анықтауға болады деген секілді түрлі сұрақтардың жауабын осы жерден табуға болады. Бұдан бөлек түрлі айдарлар бар. Бұл айдарлардан да материалдарды қарап көрсеңіздер болады. Жалпы FactCheck.kz сайтында жақсы жұмыс істейтін батырмалардың бірі бұл іздеу батырмасы. Мәселен, Назарбаев деп жазып көрсек, іздеу батырмасына Назарбаевқа қатысты бүкіл ақпаратты табуға болады. Яғни FactCheck.kz сайтында Назарбаевқа қатысты қандай ақпарат жарық көрді, осы жерден таба аласыздар. Бүгінге осы, құрметті оқырман. Ендеше бұл айдарды әрі қарай жалғастырғанымызды қаласаңыздар, лайк басып бөлісіңіздер. Бірге тексерейіктің телеграм арнасына жазылыңыздар. Қош сау болыңыздар.